Аяқшы феномені. Дәрігер шалқасынан жатқан сырқаттың тізесін мейлінше жазып, босатып жіберсе, экстрапирамидтік жүйесі зақымданбаған адамның аяғының ұшы қалпына келеді. Ал науқастікі сол күйінде қалып қояды. Шектен тыс қимылдар синдромында аяғының ұшын ұстап тұра алмайды. Тізе феномені. Дәрігер етпетімен жатқан адамның тізесін бүгіп, өкшесін жамбасына жеткізгенде, қалыпты жағдайда оның тізесі жазылып, алғашқы қалпына келеді. Ал акинетиктік региттік синдромында сырқаттың тізесі бүгілу күйінде қалып қояды. Кері жұлқынуы болмайтын симптом. Сырқат көлденеңінен бұрылған қолын бар күшімен шынтақ буынынан бүгеді. Дәрігер оның білезігін жазуға тырысады. Дәрігердің қарсылығы кенеттен тоқтаған сәтте тексерілуші кеудесін қолымен қатты соғып алады. Сау адамда мұндай құбылыс болмайды. Көз, бет, тіл симптомы. Дәрігер сырқаттың көзін жұмғызып, тілін аузынан шығартады. Сау адам тілін шығарған күйін сақтап ұзақ тұра алады. Ромберг кейпінде тепе-теңдікті тексеру. Сырқат бір табанын екінші табанның алдына бір сызық бойымен әуелі көзін ашып, одан кейін жұмып тұра қояды. Бір аяғын көтеріп көзін ашып, одан кейін жұмып тұрады. Егер мишықтың жарты шарының біреуі зақымданса, сырқат сол зақымданған жаққа қарай теңселеді. Саусақпен мұрын ұшын табу. Сырқат көзін ашып, одан кейін жұмып, сұқ саусағының ұшымен мұрнының ұшын табу керек. Мишығы зақымданған адамда саусағын мұрнына алып бара алмайды, немесе басқа жаққа бағыттайды, немесе қолы дірілдеп, ол діріл күшейе түседі. Өкше мен тізе арқылы тексеру. Сырқат бір аяғының өкшесімен екінші аяғының тізесін тауып, одан төмен қарай және қайта тізеге қарай жылжуы керек.